Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте тез дайын болатын дәмді салат жасаймыз. Пісіруді қажет етпейтін. Ол үшін ең алдымен қиярымызды дөңгелек қып, жіңішке қып турап, одан соломка қып, жіңішке қып турап аламыз. Қиярымызды турап болған соң қызанағымызды алып, ортасындағы сулы жерін алып тастаймыз. Қызанағымызды да жіңішке қып, соломка қып, әдемілеп турап аламыз. Қызанағымызды турап болған соң сырымызды алып, сырымызды да жіңішке қып, соломка қып, әдемілеп, жіңішке қып турап аламыз. Барлық туралған көкөністерімізді, сырымызды алып, тарелкамызға орналастырамыз. Оларды қойып болған соң, оның үстіне консервадағы жүгерімізді алып, өзімізге керек мөлшерде салып аламыз. Жүгерімізді салып болған соң, осындай дүкенде арнайы сухарик бар, картошка пай. Осын қолдансаңыздар болады, не болмаса өздеріңіз қолдан картошканы қуырып алсаңыздар болады. Осы түрмен де жасасаңыздар дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Енді кезекте колбасамызды, яғни шұжығымызды да алып, соломка қып, майдалап, жіңішке қып турап аламыз. Барлығын турап болған соң бетіне қолымыздың ұшымен ғана алып, тұз себеміз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Тұзымызды себіп болған соң майонезімізді себеміз. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Күн сайын түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.